Бүгін сіздердің ой-ұшқырлықтарыңыз тексергім келіп тұр. Сол мақсатта сіздерге ойлантап ойынын ұсынбақпын. Сіздер оқып, жауап беріп көріңіздер. Талдан ұшты көп торғай, емес бірақ көп торғай. Алдында оның бастаушы, артында оның қостаушы. Және тағы қарасақ, қайта оны санасақ, соңында біреу қап келді, артында төртеу топ келді. Үшеуі қатар жарысқан, түзіліп үшеу қалыспан. Ойың жүйрік болса егер, торғай нешеу? Есепкер. Аулада 60 үйрек, қорада 20 үйрек. 10 үйрек тығылды, 10 үйрек жығылды. Қалғаны неше үйрек? Қолымда 55 алма. 5-еуін бердім апама, 5-еуін бердім атама. Нешеуі қалды өзімде? Көлден ұшты 50 қаз, қайтып қонды 20 қаз. Қонбады оның нешеуі? Қане кім тез шешеді? 6 алманың 2-еуін досың сұрап алады. Айтшы сонда нешеуі өз қолыңда қалады? 11 түйе 5 жылқы, 2 сиыр 1 ешкі, 2 қоян 3 түлкі, неше болды барлығы? 100 асықтың 30-ын досым сұрап алды. Айтшы сонда нешеуі өз қолымда қалады? Егер есептердің жауабын тапқан болсаңыздар, пікірге жазыңыздар. Біздің арнаға жазылып, лүпіл қалдыруды ұмытпаңыз.